Мен бір рет барберге кіргенмін. Аха. Барбер шопта ер азаматтар менің шаш үлгімдей шашты қимайды екен. Неліктен қыз баласын алмайды? Ол бұрыннан келеткен барбершоптың дресс-коды өзінің сонда. О, әйел адамдар. Негізі қазір біздің Қазақстан барбершоптарында негізі ондай заң прям жоқ. Но негізгі барбершоптың дресс-коды бойынша әйел адамдар ішіне вообще кіргізбейді. Кішкентай балдар. Себебі бар ма? Ну, типа, Америкада андай болған ғой, типа, это типа ерлердің ғана жүретін жер сияқты өзі. Типа, чисто мужской. Барбершоптың ішіне темекі шеге беруге болады. Бола береді. Сондай болған. Сіздің салонда сондай ма? Барбершоптың ішінде шеккізбейді негізі. Потому что әртүрлі адамдар болады, біреулерге иісін алмайды деген. Но негізгі бұрынғы ескі Америкадан шыққан бірінші барбершоп сондай болған. Темекі шеге береді ішінде. Чисто мужской атмосфера ғой. Иә, балалардың шашын алмайсыздар ма сонда? Кішкентай балалардың? Иә. Жоқ, қазір ала береді бізде. Современный барберингті ала береді. Қарамайды, кішкентай бала бола ма, семьясы бола ма. Ал негізі именно бұрынғы барбершоптарда самый настоящий деп айтайықшы. Оларда болмайды.